Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Төлеу Құлайзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай күрішпен подливасы ерекше әдемі подачада ұсынылған тағамды дайындап көрсететін боламын. Дайындалу жолы өте тез әрі оңай, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналыма міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тартылған сиыр еті қажет. Фаршымызға дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып араластырып аламыз. Және де видеода көрсетілгендей осындай кішкентай дөңгелек фрикаделькилер дайындап қоямыз. Мінекей фрикаделькилерді дәл осылай дайындап аламыз. Енді бір дана пиязды орташа көлемде турап, қызып тұрған табаға сұйық май құйып, дәл осылай қызарғанша қуыратын боламыз. Және сол кезекте пиязымыз қуырылғанша сәбізді, қызанақты және де картопты да орташа көлемде шашы тәріздес етіп турап аламыз. Пиязымыз сәл қызарып қуырылған соң келесіде сәбізді саламыз және дәл осылай араластырып тұрамыз. Пияз бен сәбіз жақсылап қуырылған соң келесіде қызанақты қосамыз және әрдайым дәл осылай араластырып тұрамыз. Кейін картопты да салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка қоссаңыздар болады. Және қайнап тұрған ыстық суды құямыз, қақпағын жауып, сәл қайнағанша күтеміз. Подливасы жақсылап қайнаған соң, алдын ала дайындап қойған осы фрикаделькиларды саламыз және жақсылап араластырамыз. Кейін фрикаделькилардың пісу уақытына қарай шамамен 15-25 минутқа қақпағын жауып қалдырамыз. Әрине барлығын орташа отта пісіретін боламыз. Подливасы піскенше біз осы гарнирге өте дәмді қазіргі кезде хит болып жатқан вермишель қосылған күрішті дайындаймыз. Асты қызып тұрған сұйық майға осылай ең алдымен вермишельдерді салып аламыз. Вермишельді осылай қызарғанша сәл қуырамыз және келесіде жақсылап жуылған, құрғалған күрішті саламыз. Екеуін біріктіріп, дәл видеода көрсетілгендей қуырамыз. Кейін жаңа ғана қайнаған суды осылай құямыз. Судың көлемі біздің күріштен 1 см жоғарыда болу керек. Дәміне қарай тұз қосамыз және отты ең азына қоямыз. Менде мысалы 9 деңгей, соның мен 1-ші деңгейіне қоямын. Ыдыстың бетін осылай орамалмен жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамыз. Күріш осылай өзі піседі. Көріп тұрғандарыңыздай, осы біздің гарниріміз шашырамалы, рассыпчатый болып, өте әдемі болып піседі. Енді әдемі подачамызды дайындаймыз. Шұңғыл ыдыстың ішіне кішірек келген осындай тағы да шұңғыл ыдысты төңкеріп саламыз және күрішті гарнирімізді дәл видеода көрсетілгендей тығыздап салып алып түзулейміз. Кейін әдемі жайпақ тәрелкеге төңкеріп, артық ыдысты аламыз және де дайын болған подливаны саламыз. Мінекей бүгінгі өте әдемі ерекше подачадағы ыстық тағам түрі дайын болды.
міндетті түрде отбасыңызға, жақындарыңызға үйде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнайды деген үміттемін. Бұл видеода көріп тұрғандарыңыздай күрішті қалай шашыраңқы рассыпчатый жасаудың жолында көрсеткен болатынмын. Егер видео сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, комментарийге жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат баршаңызға ас болсын.